Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша ғарышта не бар және кіші ғарыш денелері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгін біз екі тақырыпты қосып өтетін боламыз. Оқулықтың 56 және 58 бетінде. Бүгінгі оқу мақсатымыз жер бетінің ірі элементтерін атау, жекелеген ғарыш денелерін сипаттау, жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Дескрипторы: галактиканың не екенін білесің. Астероидтар мен кометалар туралы білесің. Метеориттің не екенін білесің. Және де кіші ғарыш денелерінің жердегі тіршілікке әсерін түсінесің. Балалар, ендеше мына тірек сөздерді қайталайық. Галактика, құс жолы, астероид, комета. Ендеше тақырыбымызға байланысты бейнежазбаны мұқият тыңдап қараймыз. Қараңғы түндерде қалалар мен тас жолдардың оттарынан қашықта аспанда ерекше нәрсе көрінеді. Бұлтты ақшыл жарық жолағы аспанда созылып жатады. Көне гректер оны аспанда төгілген сүтке ұқсатып, сүт жолы деп атаған. Ал қазақ, қырғыз, фин, эстон халықтары оны жыл құстарының қайтуымен байланыстырып, құс жолы деп атайды. Біз аспанда көретін құс жолы галактиканың, яғни жұлдыздардың, газ, тозаң мен басқа да заттардың алып жиынтығының бір бөлігі. Біздің күн жүйесін күннің тарту күші ұстап тұрғаны сияқты, галактикаларды тартылыс күштері біріктіріп тұрады. Құс жолы күн жүйесі орналасқан біздің галактикамыз, бірақ күн жүйесі галактиканың титтей бөлшегі ғана. Құс жолы өте алып, ол көлденеңінен 100 000 жарық жылындай. Жарық жылы жарықтың бір жылда жүретін жолы, шамамен 9,5 триллион километр. Құс жолында кемінде 200 миллиард жұлдыз және кем дегенде 100 миллиардтай планета бар. Құс жолы үлкен болғанымен, ол аспанда жалғыз емес. Ол жақын орналасқан 50 шамалы галактикамен бірге жергілікті галактикалар тобына кіреді. Жергілікті топ кемінде 10 миллион жарық жылы аумақты алып жатыр. Әлемнің жерден көрінетін бөлігінде ең аз дегенде 170 миллиард галактика бар. Ал оның сыртында қаншасы бар екенін білуге еш мүмкіндік жоқ. Галактикалардың пішіні мен үлкендігі әртүрлі болады. Оларда небәрі бірнеше миллион немесе триллионнан аса жұлдыз болуы мүмкін. Олар эллипс, не спираль тәрізді, немесе дұрыс емес пішінді болады. Біз білетін галактикалардың көбісі сияқты, құс жолы да спираль галактика. Құс жолының қандай екенін ішінде тұрып көру мүмкін болмаса да, оны және басқа галактикаларды мұқият бақылаудың нәтижесінде ғалымдар оның пішінін анықтай алды. Құс жолының негізгі 4 бөлігі бар. Оның ортасында дөңес немесе галактика орталығы орналасқан. Ол диаметрі 10 000 жарық жылына тең. Жұлдыздар мен басқа материалдар тығыз топтасқан. Галактиканың ортасындағы дөңгелек томпақ. Ғалымдар құс жолының қақ ортасында алып қара құрдым орналасқан деп санайды. Галактика орталығы галактиканың ең жарық бөлігі. Келесісі дөңгелек, ортадағы дөңесті қоршап тұрған жалпақ аймақ. Дөңгелектің ені 100 000 жарық жылы. Ол спираль салаларда,
тармақтарда шоғырланған жас жұлдыздарға газ бен тозаңға толы. Спираль салалар дөңгелектің бөлігі. Олар галактиканы доңғалаққа ұқсатады. Біздің күн жүйесі спираль салалардың бірінде орналасқан. Мұндағы жұлдыздар тығыз галактика орталығымен салыстырғанда бір-бірінен әлде қайда қашық. Құс жолының соңғы бөлігі гало. Гало галактиканың негізгі дискін қоршаған кәрі жұлдыздар мен жұлдызды шоғырлардың сфералық қабаты. Гало галактиканың басқа бөліктермен салыстырғанда бос. Ондағы нысандар тым сирек орналасқан. Бірнеше мың жыл бұрын көне грек философтары құс жолы тығыз топтасқан алыс жұлдыздардан құралған деп болжады. Бірақ мұны дәлелдеу 1600 жылға дейін мүмкін болмады. Сол жылы астроном Галилео Галилей құс жолын телескоппен бақылап, оның үш жүзінде қисапсыз әлсіз жұлдыздардан тұратынын анықтады. Егер қала мен машина шамдары түспейтін қараңғы далаға не тауға барсаңыз, ғасырлар бойы талай аңызға арқау болған тылсым көріністі құс жолын көре аласыз. Есіңде сақта, біздің галактикамыз құс жолы деп аталады. Астероид тас кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі. Олар ғаламшар сияқты күнді айнала қозғалады. Күн жүйесіндегі астероидтардың тығыз шоғырланған орны Марс пен Юпитердің арасы. Оны астероидтар белдеуі деп атайды. Жай көзбен көруге болатын ең ірі астероид ол Веста деп аталады. Енді сіздерге тапсырма. Астероид па, метеор ма, метеорит пе? Осыны сызбаны зерделе. Не түсінгеніңізді айтып беріңдер. Осы тапсырма бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.